Барлығына қайырлы күн достар. Біз бүгінгі тақырыбымызды ағылшын тіліндегі хамелеон сөздер деп алдық. Бұл бізде аударма саласында көп кездесетін хамелеон сөздер. Сонымен қатар ағылшынмен жұмыс жасайтын адамдарда кездесетін көп қателіктер жайлы болмақ. Яғни нақты тақырыбымыз аудармашының жалған достары деп айтсақ болады. Мұқият тыңдап, керек жерлерін жазып алсаңыздар болады. Сонымен менің бүгінгі сіздерге ұсынатын сабағым ол біз сөйлем аудару барысында жағдаяттарға мән бермей аударып қоятын сөздерге арналады. Мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше көп созбай сабағымызды бастайық. Біздегі бірінші сөйлем: Oh Sarah, you are such a great artist. Oh Sarah, you are such a great artist. Осы сөздің аудармасы төменде тұрған қай сөйлем деп ойлайсыздар? Сара, сен керемет әртіссің. Екінші: Сара, сен керемет актрисасың. Үшінші: Сара, сен керемет суретшісің. Жағдаятқа байланысты қайсысы деп ойлайсыздар? Бұл сөйлемнің аудармасы Сара, сен керемет суретшісің екен. Неге біз сөйлемді аударған кезде бірден артист сөзі көзімізге түсіп, миымыз оны әртіс ретінде аударды, иә? Сондықтан да бұл термин аудармашының жалған досы болып табылады. Сөйлемнің барысында біздің көзімізге көрінген басты сөзді біз миымызбен аударып қойып, аударма барысында, сөйлем аудару барысында осылайша біз қателіктер жасайды екенбіз. Сондықтан да сөйлемді толық анықтап барып аудару керектігі осындай сөйлемдерден белгілі болады. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі сөйлем: He was sympathetic to Sarah's back pain. He was sympathetic to Sarah's back pain. Бұл сөйлемнің аудармасын тауып көрейік. Бірінші: белі ауырып жатқан Сара оған сүйкімді көрінді. Екінші: ауырып жатқан Сараға ол сүйкімді көрінді. Үшінші: ол Сараның белі ауырғанына жанашырлық танытты. Егер жаңағы біз аударған бірінші сөйлемді мұқият қараған болсаңыздар, бұл жерде сіздер қай сөйлем екенін аудармасын біліп тұрған боларсыздар. Ол әрине үшінші: ол Сараның белі ауырғанына жанашырлық танытты. Бізге бірінші симпатетик, симпатичный болып аударма жасады миымыз, сондықтан біз оны сүйкімді деген сөзбен аударылады деп ойладық, иә? Бірақ жоқ, ол жанашырлық деген сөйлем болып тұр бұл жерде. Сондықтан біз оған миымызды аудартпай, жағдаятқа байланысты жанашырлық сөзін қолдана отырып, сөйлемді аударамыз. Ары қарай жалғастырамыз. When you were at home, your translation is inaccurate. Бұл жерде біз inaccurate сөзінің аудармасын табамыз. Бірінші: сен үйден жұмыс істегенде аудармаңды барлық жерге шашып тастайсың. Екінші: сен үйден жұмыс істегенде аудармаң нақты емес. Үшінші: сен үйден жұмыс істегенде аудармаң аккуратны шығады. Біз inaccurate сөзінің аудармасын табуымыз керек. Инді қоспай accurate сөзі біздің миымызға бірден аккуратны сөзін апарады. Бірақ жоқ, бұл жерде сөйлемнің аудармасы сен үйден жұмыс істегенде аудармаң нақты емес болады. Себебі accurate ол нақты деген сөзді білдіреді, ал оған in сөзін қоссақ нақты емес, inaccurate шығады. Сондықтан біз миымызға бірден келген сөзді емес, жағдаятқа байланысты сөйлемді аударамыз. Осының барлығы бізде аудармашының жалған досы болатынын сіздер қазір біз үшінші сөйлемге келдік, түсініп қалған боларсыз деп ойлаймын. Сіз сабақта отырғанда немесе тез аудару барысында бірден мысалға inaccurate сөзін аккуратный етіп аударып жіберуіңіз мүмкін, бірақ ол сөздің мағынасы нақты емес болып тұр бұл жерде, иә? Сондықтан осы сабақтан кейін әрбір сөйлемге нақты мән бере отырып аударасыздар деген ойдамын. Ары қарай кеттік. Specifically, we need to consider the following two methods. Specifically, бұл сөздің аудармасын тауып көреміз. Мұқият болыңыздар. Бірінші аударма: біз нақты екі әдісті қарастыруымыз керек. Екінші: дәлірек айтсақ, біз төмендегі екі әдісті қарастыруымыз керек. Үшінші: төмендегі екі әдісті біз арнайылап қарастыруымыз керек. Қайсысы деп ойлайсыздар? Аударма барысында бізге specifically сөзі, специальный деген сөзді миымызға алып келуі мүмкін. Бірақ жоқ, бұл жерде біздің аударма дәлірек айтсақ. Қандай да бір кездесу барысында
баяндамашы өзінің сөзін түсіндіре келе дәлірек айтсақ дейді. Дәлірек айтсақ, біз төмендегі екі әдісті қарастыруымыз керек деп нақтылайды. Сол кезде біз осы сөзді қолданамыз. Жалпы барлық осы айтқан мысалдарымыз түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Қателесуіміз мүмкін. Төмендегі екі әдісті біз арнайлап қарастыруымыз керек деп ойлауымыз мүмкін. Жоқ, бірақ бұл жерде сөздің басында specifically сөзі тұрғандықтан, оны біз дәлірек айтсақ деп аударамыз, және сонымен ол сөздің аудармасы дәлірек айтсақ, біз төмендегі екі әдісті қарастыруымыз керек деп аударылады. Мұқият болған адамдар бұның барлығын уже үйреніп қалды деген ойдамын. Ары қарай жалғастырамыз. Sarah's activity turned out to be boring for the guests. Activity. Осы сөзді біз сөйлемнен енді табамыз. Бірінші аударма. Шараның белсенді өткендігі сондай, қонақтар жалықпады. Екінші аударма. Сараның белсенділігі төмендеп, қонақтарды жалықтырды. Үшінші аударма. Сара өткізген ойын қонақтарды жалықтырды. Тауып көреміз. Activity сөзі бізде қай аудармада болуы мүмкін, яғни қай аудармада кездесіп тұр. Activity сөзі әдеттегідей біздің миымызға бірден activeness сөзін апарады. Бірақ жоқ, бұл жерде біздің сөйлемнің аудармасы Сара өткізген ойын қонақтарды жалықтырды. Үшінші нұсқа. Неге? Бұл жерде activity сөзі activeness дегенді білдіріп тұрғанмен, бұл жерде қандай да бір іс-шара барысында ұйымдастырылатын ойынды айтсақ болады. Яғни Сара өткізген ойын қонақтарды жалықтырды. Сонымен бұл жерде activity сөзі қандай да бір іс-шарада Сараның ұйымдастырған ойыны жайлы айтып тұр. Яғни өз ойыны арқылы қонақтарды жалықтырып алған Сара туралы айтып тұр. Жалпы сабақтың барысы түсінікті болды деген ойдамын. Осыншама мысалдан кейін енді сіздер бұл тақырыпты аудармашының жалған достарына алданбай кез келген сөйлемде аудара аласыздар деген ойдамын. Аударма саласында жүрген жандар және де аударма саласына барғысы келіп, сол саланы оқып зерттеп жүрген жандарға бұл сабақ өте маңызды болып табылады, және тек оларға ғана емес, сіздерге де ағылшын тілін білгісі келетін жандарға да бұл сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Және де осындай сабақ күтесіздер ме? Тест арқылы болған сабақтар сіздерге ұнайды ма? Комментарийге жаза кетіңіздер. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Ұнамаған жерлері болса да астына жаза кетіңіздер, бірақ міндетті түрде арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол сіздерден бізге үлкен қолдау болып табылады. Ендеше келесі сабақтарда кездескенше мұнымен тоқтап қалмай сіздерге барынша пайдалы видео сабақтар түсіруге тырысамын. Goodbye.